Біздер Атырау облысы Исатай ауданы Жанбай селосынан мерейлі отбасы ұлттық конкурсқа қатысып, Атырау облысы бойынша жеңімпаз атанып, 6 қыркүйекте болатын республикалық ұлттық конкурсқа жолдама алып лауреат атанып келіп жатқан жайымыз бар. Шараға барып қайтуымыздың өзі балдарымызға берген тәрбиеміздің оң нәтижесі, жемісі деп ойлаймыз. Бұл байқаудың шарты мынау өзіңнен өрбіген ұрпаққа тәлім тәрбие беру, адамгершілікке, адалдыққа, ұлтжандылыққа баулу деп ойлаймын. Әрбір жанұя, әрбір ата-ана осы мерейлі отбасы болуға лайықты. Бүгін Астана қаласынан ұлттық мерейлі отбасы конкурсының лауреаттары Атырау қаласына келген болатын. Бұл конкурс маусым-шілде айында біздің өңірде өткізілген болатын, іріктеу кезеңі. Содан осы жылы Исатай ауданы Жанбай ауылының тұрғындары Сыралиев Төремұрат және Сағия деген азаматтарымыздың отбасы жүлдегер болып, бас жүлде алған болатын. Осы 6 қыркүйек күні Астана қаласында үлкен байқау өтті. Біздің отбасымыз лауреат атанған болатын, және сол бүгін біз осы отбасыны күтіп алып жатырмыз. Бұл отбасы өте қарапайым отбасы, қоғамға деген көрсетіп жатқан еңбектерімен бағаланып келеді. Тек қана еңбек отбасы емес, жалпы бұл отбасында қайырымдылық шараларын да өткізеді.